Бесінші хадис. Кристалл. Анас бин Малик былай дейді. Хазіреті пайғамбар сапарда жүрген болатын. Әнжашах есімді қарақол түйелерді жетекке алып келе жатқан еді. Хазіреті пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлем болсын. «Әй, Әнжашах, шыны мінген жануарларды жайлап айда», деді. Хадистің арабшасындағы қауарир сөзі қарура сөзінің көпше түрі. Шыныдан жасалған ваза сияқты асыл бұйым деген мағынаны білдіреді. Хазіреті пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлем болсын. Әйелдер әлсіз нәзік жан болғандықтан, әрі дереу ренжігіш келетіндіктен оларды вазаға теңеп ұқсатқан. Бұл хадисті хадисшілер екі түрлі жорамалдайды. Біріншісі, көпшілігі түйеші Әнжашаның өте әдемі даусы болған дейді. Ол түйелерді айдағанда әйелдерге арнап өлең шығарады екен. Оны естіген әйелдердің жүректерінде махаббат сезімі оянып, бүлік шықпасын деген мақсатпен Хазіреті пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлем болсын Әнжашаға ескерту жасаған. Өйткені арабтардың арасында өлең зинаның атасы деген қанатты сөз бар. Ал кейбір хадисші ғалымдар хадистің негізгі мағынасы түйелерді жай жүргізу дейді. Өйткені түйелер түйешінің әнін естігенде әсерленіп жылдам жүретін болған. Жылдам жүргенде жолаушыларды қатты теңселтіп шаршатады. Сондықтан Хазіреті пайғамбар Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын Әнжашаға ескерту жасап түйелерді жай жүргізген. Екіншісі, ислам тұрғысынан әйел затына ерекше көңіл бөлетіндіктен және оларға құрмет көрсетуді осы хадистен айқын байқауға болады. Ислам әйел баласына ол мейлі жас қыз болсын, немесе әйел кісі болсын, яки ана болсын, оларға қандай жағдайда ілтипат көрсетіп құрмет тұтады. Исламның әйел затына ана ретінде ерекше мән берген Хазіреті пайғамбардың Алланың оған игілігі мен сәлем болсын мына хадисінен көре аламыз. Жұмақ аналардың аяғының астында. Қоғамның бақытты ғұмыр кешуіне аналардың ерекше рөлі бар. Әйел бір қолмен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді деген сөз қандай тамаша айтылған. Әйел кісі жанұяға жарық беретін нұр секілді деп айтсақ артық болмас. Өйткені жанұяға жылу беріп, айрандай ұйытып отыратын әйел.